Автордан Жеңіс Медетбаев. Әдебиеттің алдында ұяламын. Бұл қазақты тағдыры жиі алдайды, онысына өзі де ұялмайды. Ұлт тағдыры қазақтың өз қолында, құрметтесең болмайды қиял қайғы. Заңмен айтып міндеттеу пайда бермес, ана тілім қиялға сыя алмайды. Ит те үріп өзінің төл тілінде, мысық та өз тілінде мияулайды. Достар, төмен болдық па ит мысықтан, ана тілден ешкімде тия алмайды. Сонымен намыс қайда, жігер қайда, тілі жоқ ел күлкісін жия алмайды. Мүмкін әлде ақының қиялдайды. Кешегі әдебиетім жарқыраған, буырқанып бұрқанып арқыраған. Бүгінгі әдебиеттің халі қалай, бақырауық түйедей барқыраған. Әдебиетті есіме жиі аламын, кейде тура қарауға ұяламын. Марқасқалар жүнжіген баяғыдай еске салар жын ойнақ би алаңын. Тұтыққан әдебиетте белсенбеген, кекешке оқырманмен елсенбеген. Зиялылар тәуелді нарығыңа лапылдап белсенгенін көрсем деп ем. Әдебиет ұлт тағдыры айбының да, өкінішті айналды тайғұлынға. Көз ұшында ғайып боп бара жатыр солтүстік мұзды мұхит айдынында. Жас ұрпақ көп бұл күні ой бақпаған, ойсыздықты туғылып ойнақтаған. Мағжан сенген жастарым қайда кеткен, мүләйімсіп қарайды сойдақ далам. Әдебиетің жоғалса құрығаның, қоғамда қаптамай ма ұрығарың. Тілде кетер онымен қосақталып, тоқтатсаңшы ойлауды ұрығаның. Әдебиеттен сұрадым кешірімді, кешір алсаң кеше көр кеш ұлыңды. Ертеңгі әдебиетте сығалайды, мәжбүр болдым айтуға шешімімді. Ұлт атынан ұлықтап есіміңді, өз басым тигізбедім кесірімді. Тербеттім қар өлеңмен бесігіңді, мүмкін бір күн берерсің есімімді. Айқара ашып қойдым есігімді, шығарарсың тиісті шешіміңді. Ал әдебиет айтарсың кесіміңді.